Қазақ халқы ежелден қонағына қадірлі орын төрін ұсынған. Осы төріне үнемі бұрыннан ежелден қазақ халқы көрпесін әдемілеп ұсынған. Үйдегі бар жаңағы маталарын, қалдықтарын ысырап қылмас үшін оны бір-бірінен жинақтап, құрастырып, құрақ көрпеше етіп жасаған. Құрақ көрпешесін жаңағыдай жасарда міндетті түрде мына әртүрлі мата қиындыларын бір-бірімен есептеп, белгілі бір мағына шығу үшін құрастырған. Енді мына мен жасап жатқан құрақ көрпешем жарық жұлдыз деп аталынады. Қараш, жұлдыз құрақ көрпешесін жасарда 17 сантиметрден маталарды қиып алып бір-біріне құрастырдым. Осы құрақ көрпесін жасарда негізі зерттегенім, өзіме оқығаным, бұрыннан қазақ халқы қыз бала тәрбиесіне үлкен мән берген ғой. Сол бос жүрмесін, жаңағыдай мағыналы, пайдалы іспен айналыссын деп, сабырлы, байсалды, төзімді болсын деп осы құрақ көрпесін бір-біріне құрастырып, құрақ құрасын деген. Жарық жұлдыздың ішіндегі ең таң атқанша жарқырап, бір орнынан қозғалмай тұратын бұл темірқазық жұлдызы аспан әлеміндегі. Бұл жаңағыдай бұрын қазақ даласында біздің көшпелі болды, немесе қазір де адамдар осы өзінің бағыт-бағдарын табу үшін темірқазыққа қарап бағытын көздеген, бағдарлаған екен. Міне Асима, қара, жарық жұлдыз, әдемі жұлдызымыз пайда болды. Менің бар тілегім, сенің де өмірде жұлдызың жарқырап, биік, әдемі қыз болып өскенді қалаймын.